Аю мен түлкі. Баяғыда түлкі мен аю болыпты. Олар күнде балық аулапты. Бір күні оларға бір қыз келді. Сәлеметсіздер ме? Не істеп жатырсыңдар? Кет қыз, сенің шашың ода-дода балықты қорқытасың, деді түлкі. Жоқ, бұл қыз ода-дода емес, ол бұйра, деді аю. Бір уақытта жел тұрды, қар жауды, қыз тоңды. Аю өз тонын қызға берді, қыз үйіне келді. Сен тонды қайдан алдың, деді шешесі. Аю берді. Аю жақсы екен, оны қонаққа шақыр, деді шешесі. Аю қызға қонаққа келді. Аю және қыз шай ішті, балық жеді. Сосын қыз аюға үлкен балықтарды берді. Балықтарды балаларыңызға апарыңыз, деді қыз. Рахмет, деді аю. Жолда аюдың алдынан түлкі шықты. Аю, сен балықтарды қайдан алдың? Бұйра қыз берді, деді аю. Түлкі қызға келді. Бұйра қыз, маған балық берші, менің де балық жегім келеді, деді түлкі. Қыз үндемеді, есікті ашпады. Аю өте қу. Бұйра қызды мақтап балық алды, деп ойлады түлкі. Ал аю қу емес, ол мейірімді болды. Рахмет.